Баршаңызға сәлем. Бүгін бейнероликте біз ойын арқылы ақша табуға болатын проектті қарастырамыз. Проекттің аты Einstein Miner деп аталады. Бұл прямой MetaMask'қа связано, яғни сіздер бұл ойынға кіру үшін сізге MetaMask арқылы кіретін боласыздар. Мына жерде ортада тұрады батырма, осыны басамыз. Және де біз осы ойынға контрактқа подписка жасау керекпіз. Басты мәзірге өткеннен кейін екінші вкладкада Buy Miners'қа кіресіздер. Осы жерде сізге 4 бокс көрсетілген. Бірінші бокс, яғни сіздер бұл DBNB бокс. Бұл DBNB бокс, яғни сіз депозит жасалған суммамен осы боксты аша аласыздар. Бұл бокстарды ашқан кезде сіздерге осында неше түрлі майнер роботтар түсетін болады. Бокстың ашу құны $15, бірақ сізге 10 түрлі роботтың біреуі түсуі мүмкін. Ең арзаны бұл жақта сізге күнделікті доход 0.0005 BNB әкеп отыратын болады common. Және ең максимальный сізге экстра рара деген бар, ол күніне сізге 0.001 BNB доход алып отыратын болады. Оң жаққа қарасаңыздар, мынақта Crystals, DBNB и MBNB деген бар. DBNB деген біз яғни депозит салған счет, а MBNB ол біз ақша шеше алатын счет, яғни выводимый счет. Мына жақта да тоже тұр. DBNB бокс, яғни DBNB бокс біз ақша құйған ақшаға осы жерде сатып аламыз. Бұл бір бокстың құны 15 USDT, а BNB-ге шаққан кезде ол 0.025 BNB. Ал MBNB дегеніміз ол айтып кеткендей біз ақша шығаратын счет. Сіздер егерде бұл жақта майнинг арқылы ақша табатын болсаңыз, мысалы $15 жиналды дейік, ол мына счетқа жиналатын болады. Сіз жиналған суммаңызды, тапқан табысыңызды шығарып алсаңыз болады, немесе қайтадан бокс ашсаңыз болады. Бокс ашқан кезде сіздер уже нақта MBNB боксты таңдайсыздар, плюс бұл жақта 0.24. 24 BNB-міз ол $13.67. Разница бұл жақта сіздер $1 үнемдейсіздер. Crystal бокс деген бар, бұл кристалдарды сіздер береді, егер сіз осы проекттің амбассадоры болсаңыз, немесе осы проектті продвигать етсеңіз. Мысал ретінде маған сондай бір кристалл берген болады, мен соның арқанда қазір майнингта менде бір робот тұр. Менде ең самый низкий тұр, яғни 0.005 BNB доход алып келіп отырады. Егер сіздер бұл жақта бокс ашам десеңіздер, онда ең бірінші сіздерге MetaMask счетына BNB ретінде 0.25 BNB құю керексіздер, яғни ол $15. Құйғаннан кейін сіздер мына жақта сумманы жазасыздар, бағана айтып кеткендей 0.3 или 0.25 дейсіздер и депозит BNB деген басасыздар. Сіздер құйдыңыздар, құйғаннан кейін қайтадан мынақта My Miners деген кіресіздер и мынақта Mint Miners дегенді басасыздар. Сол арқылы сіздер бокс ашасыздар, оның ішінде 10 түрлі бір роботтың біреуі түсетін болады. Одан кейін сіздер алғаннан кейін мына майнингке өтесіздер и 24 сағат сайын сіздер мынақта старт деген батырма басып отыру керексіздер. 24 сағат сайын сізге белгілі доход түсіп отыратын болады майнинг арқылы. Майнинг бас қойсыз, и мына жақта оң жақта қарасаңыздар, обратный счетчик жүріп жатыр. Обратный счетчик біткеннен кейін сіздер қайттан бассаңыздар болады. Бір роботпен бұл жақта шектелмейді. Сіз мысалы өзіңіздің счетыңызға 10-20 робот алып қойсаңыз болады, и бәрін каждый раз старт және де бәрін жиналмау үшін мына майнинг ал деген бар, яғни бүкіл роботтың доходын осы бір батырмамен сіз жинай аласыз. Бұл робот достар 60 күнге беріледі. 60 күннен кейін бұл өледі. Сіздер қайтадан восстановить ете аласыздар. Ол восстановить ету үшін мынаны басасыздар да и Conframe дегенді басасыздар. Яғни сіздер восстановить етсеңіздер, аз суммаға восстановить етесіздер. Ал сатып алсаңыздар, бұл жақта қымбатқа сатып алатын боласыздар. Робот, мысалы, маған күнделікті 0.005 доход алып келіп отырады. Және де бұл жақта бонус 0.0022 BNB, ол не бонус десеңіздер, мынақта сіздер предмет салсаңыздар болады. Яғни мына предмет арқылы ол плюс бонус ретінде осындай доход алып келеді. А мына үшінші жолда мына екеуінің общий суммасы мені қанша доход табатын бір күнде общий сумманы көрсетіп тұр. Басты сұраққа келейік, бұл жақтан қалай ақша шешеміз, минимальный вывод қанша деген сұраққа жауап берейік. Withdraw BNB деген кіреміз, и бұл жақта минимальный вывод 0.01 BNB. Ол қанша десеңіздер, давайте даже жазып көрейік. 0.01 BNB бұл $5.69. Сіздер жеткеннен кейін, примерно $6 дейін
и бұл жақта сіздер жазып 0,1 деп жазасыздар и вывод деп басасыздар. 1 мен 24 сағат аралығында сіздің MetaMask кошелегіңізге түсетін болады. Ал MetaMask сіз өзіңіз Binance-ға шеше аласыз, Binance-ға Kasper шеше аласыз и теңгелей сіз бұл ақшаны қолданатын боласыз. Бұл проект жайлы white paper бар өзінің, яғни толық ақпарат осы жерде өзіңіз оқысаңыз болады, орысша аударып қойып. Бұл проект достар ұзаққа созылатын проект, өйткені бұл жақта айтып кеткендей 60 күн бойы сізге бір роботыңыз доход алып келіп отыратын болады, бірақ та не советую көп сумма салуға, тек қана минимально $15 ғана салсаңыздар болады. Егер де сіздер ең арзан тұратын NFT-ді түсетін болса, онда сіз 60 күнде 2x қана жасайсыздар, яғни $15-дан сіздер обратно $30 шешесіздер. Ал который бізде ең қымбаты тұратын экстра райр, бұл күнделікті біздің доходымыз осындай BNB, оны көбейтеміз біз 60 күнге, получается бізде 0.075 BNB. Ал бұл доллар ретінде есептегенде 42 USDT, яғни $17 құйып, сіз 60 күнде 42 USDT аласыздар. Бұл бір роботтан. Сіздер 10 робот алсаңыздар, доходыңызда көп болады. Бұл жаққа кіру-кірмеу ол өз таңдауыңыздар. Ойланып кіріңіздер.